Сәлем, сіздермен бірге мен Еврокзет және бүгінгі достар біз Roblox үйінтен боламыз. Достар көріп тұрғандай бізде мына жақта осындай бізде детальдар сатып алып, өзімізге самолет алып, дәл осылай істеп, мына жаққа ұшыратын боламыз, достар. Көрейік, мына жерде купить детали дейді, обычный блок дейді, $5 тұрады екен. Давайте сатып алайық осыны. Не болады екен, қалай істейміз енді бұны айтшы. Блокты ал дейді. Бұлай қоясың дейді, өзің машинаңа қоясың дейді, сосын жібер ал дейді. Ал, кеттік ал, достар. Оппанап, кеттік. Достар, қараңдар, ұшып баратырық. Достар, случайно секіріп жердім. Қуады екен ғой. Давай, қайттан қайтайық. Сөйтті, давайте вернуться дейік. Өліп қалғаныз. Қараңдар, достар, біз үйсіп детальдар сатып алып, снаряжение бар екен. В общем, осы екеуін қосып, сөйтіп мынаны дамытып, одан сайын мықты қыла береді екенбіз, достар. Бізде қазір көріп тұрғандай $114 крыло сатасақ болады екен, бірақ бізде крыло бар сияқты. Бар емес па крыло? Итакта вентилятор шетсар, бізде вентиляторда бәрі бар екен, уже дайын тұр екен, достар, дайын комплект. Сиденье деген нәрсе әзірше бізде жоқ. Укрепленный блок жоқ. Лучший бензин дегенді алсақ болады екен, достар. Айтты, достар. Онда бірінші ұша тұрайық, ұшып көре тұрайық, запустить деген басайық. Сөйтіп, кеттік ал онда, достар. Біз кеттік, 7 шипов дейді. Ал, кеттік ал, қалайда барады екенбіз қазір. Ұзаққа бармаймыз, достар. Намен ұзаққа баратын түр жоқ, достар. Қараңыз, уже құлап баратырмыз. Құлап баратыр. Достар, қазір дәл анау Титаник болайын деп тұрық қой. Бір стенаға массалайын деп тұрық қой, примерно айтқандай, Қараңдар, достар, мына жақта шарик ұшып баратыр екен, бір түрлі бір. Қаншалықты жетеді екен, уже көріп тұрған біз, достар, қараңдар, құлап баратыр, жайлап. Қазір ана жақта тұрған затқа соғыламыз ау деймін, по идее, 2047, 2095, 2167, өйстіп уақыт өйстіп кетеді, достар. Сол үшін достар, уақыттарын бағалаңдар деп қойып кетсең да. Достар, қараңдар, мына жерде біз жетіп қалдық сәл болмағанда. Достар, қараңдар, құлап баратық. Майы, достар, самолетіміз жарылып, жердің астына құлап кеттік, Қараңдар, бізде енді $255 болды. Бізде, достар, қараңдар, біз тағы да, лучший пропеллер дегенді алсақ болады, және лучший бензинді алсақ болады, достар. Ақша жинасақ та болады. Қараңдар, better wing дейді, хвост дейді. Давайте хвост деген не зат екен, қай жағына қояды екенбіз, оны артына қоямыз ба, сондай бір нәрсе шығар. Давайте хвост сатып алайық. Ақша жетпейді екен, сол үшін достар, давайте қазір тағы да бір ұшып келейін, дәл солай. Сосын, достар, жалғастыратын боламыз, достар. Ал, достар, көріп тұрғандардай бізде енді уже $317 болды. Давайте мына хвост дегенді сатып алайық өзімізге. И бұны қайда қоямыз, достар, қараңдар. Қайда қойсақ болады, бұны немнің өзі. Мына жаққа қоямыз ба, достар, қалай қоямыз мынаны. Давайте осыны осы жерге қоя салайық, әйтеуір, достар, қараңдар, өте бір түрлі самолет қалып мынау. Кеттік ал, достар, онда ұшайық. Қараңдар, достар, енді алдыңғы жолдан қарағанда біз қазір вроде бы тезірек ұшамыз, көріп тұрғанымдай. Ал, көрейік ал, достар. Достар, қараңдар, біз бағанаға жеткен жерімізге қайттан келдік. Достар, қараңдар, достар, дәл сол жерге келіп қайттан құлап қалдық. Не үшін деп ойлайсыңдар, достар, бізге бензин жетпей қалды ма, или не жетпей қалды, достар? Бізде қараңдар, $155 бар екен. Лучший бензин дейді. Давайте осы бензинді алайық. Сол кезде может быть, достар, бізге андай затымыз тез құрып кетпейді. Бұны қайда қойсақ болады екен, достар? Давайте мына үстіне қоя аламыз ба? Жоқ, қоя алмаймыз, достар. Жоқ, қойдық, достар, прикиньте. Давайте қазір тағы бір нәрсе бар ма екен, көрейік. Келесіне, достар, қазір мынау металл блок дейді. Лучший бензин дейді, лучший пропеллер дейді. Достар, давайте мына метальный блокты сатып алайық өзімізге. Соның арқасында біз, өте самолетімізді одан да мықтырақ қыла аламыз. Давайте оның артына... қайда қойып кеттің, достар. Мынаны, алып тастау керек. Сөйтіп керек та, достар, мынаның бәрін құртып, достар, біз жаңадан самолет істесек болады екен, оказывается. Оны давайте сөйтіп, бәрін жояйық, сөйтіп та бетейік, достар, қараңдар. Метальный блокты алайық, сөйтіп мынаны жерге қояйық бірінші. Потом бар өзіміздің хвост дейді, вентилятор дейді. Вентиляторды, бітеміз, достар, қараңдар. Үстіне бітіп қойсам ба деп едім да, менің негізгі идеям. Бірақ давайте үсте берейік. Сөйтіп та, орындығын сиденье водителін алайық. Сөйтіп сиденьемізді, дәл осы жерге қоя салайық.
Әрине мен ең лучший инженер емеспін достар, бірақтан бұл да болады бізге достар. Канистра с бензинем блок дейді достар, бізде 4 блок бар. Давайте мына былай қояйық, үстіп төртеуін бір-бірінің үстіп қоя берейік. Крылосын короче былай қояйық, екінші крылосын былай. И достар, мына крылон что-то не істеп қойдым ау деймін, кішкентай қойдым ау. Крылоны дұрыстап қояйық. И достар қараңдар, хвост дейді, хвостын короче аламыз да былай қоямыз енді достар. Канистра с бензинімді былай қоямыз, сөйтеміз да екіншісіне мынақа қоямыз и лучший бензинді дәл. Ой-ё-моё достар, короче үстіне бүйтіп қоямыз. Рюкзак деген не мынау? Рюкзак деген ештеңе емес. Давайте енді достар ұшып көрейік самолетімізбен не болады екен енді. Ал кеттік ал достар. Ал достар қараңдар, біздің короче финишімізға кеп қалдық достар, бірақ бізде короче қазір көріп тұрғанда бізде энергия көбірек, сол үшін біз құламаймыз достар. Қараңдар, асып баратық достар. Қараңдар, бізде уже $150 жиналып қалды. Көріп тұрғандарындай 150, 160, 161 үшін жинала береді өзімен өзі. Ал қараңдар достар, біз ұшып баратық та, мынандай бір пустыня сияқты бір жерге баратық. Осы жерден бізге короче бір бәлеға өту керек ау деймін. По идее достар. Қалай өтеміз бірақ оны достар, соны түсініп тұрған жоқпын. Ана тесіктен қалай өтеміз достар? Өте аламыз деген ойдамын, бірақ біз достар, случайно секіріп кеттім. Қазір достар, давайте онда бізде қазір $220 жиналыпты. Лучший бензин аламаймыз, лучший пропеллер дегенге жинайық оны достар біз қазір. В общем, сол кезде достар жалғастыратын боламыз достар. Ал достар, көріп тұрғандарындай бізде енді $526 бар достар. Онда қазір не алатынымызды шешетін боламыз. Көріп тұрғандарындай бізде қазір лучший пропеллер деген тұр екен. Усиливает скорость и сила как настоящий профессионал дейді достар. Мынандай қанат сатып алсақ болады достар біз, немесе андай короче бағанағыдай ұшыратын сатып алсақ болады екен достар. Қараңдар, қанат бізде 300 тұрады екен. Осыны алсақ болады екен негізі достар. Қалай ойлайсыңдар? Қайсысы жақсы болады? Менің ойымша достар, бірінші давайте на лучший пропеллерді алайық, сосын барып короче алатын боламыз достар. Давайте мынаны алып тастайық. Мынаны алып тастайық. Сөйтіп короче лучший пропеллер дегенді қояйық достар. Вентилятор деген қойылса достар, қоясақ жанына да. Сөйтіп давайте кеттік достар, запустить деген басайық достар, кеттік ал. Достар, қараңдар, скоростымыз достар, қараңдар, 106 скоростқа жеттік. 106 гвоздь деп айта берді достар, ол негізі 106 гвоздь емес. Бірақ достар, қараңдар, қаншалықты скоростың тез болған сайын, короче, сенің де андай энергияңда өте қатты тез кетеді екен. Соған байланысты біз қазір өзімізге бензин алуымыз керек, лучше бензин дегенді. Сөйтіміз керек те, короче, бензин алуымыз керек, болды, басқа айта алмаймын ештеңе. Қараңдар, жестко тез жүріп келе жатыр, қараңдар, ё-моё, кәдімгі самолет болып кеттік қой достар. Бағана дельтаплан еді. Бірақ достар, қараңдар, егер тез жүретін болсаң, короче, сенің де энергияң тез жаман кетеді. И соның арқасында біз қараңдар, өте тез өліп қалдық достар. Бізге қазір $200 бар. Короче, бізге нан сатып алу керек достар, лучший бензин дегенді. Сөйтіп соған жинау керек достар. Ал достар, қараңдар, біз енді $554 жинадық. Давайте, короче, қазір лучший бензин дегенді өзімізге сатып алайық десең достар, мынау қазір кезде бізде жоқ екен. Сол үшін біз достар, короче, мынақтан біз өзімізге лучший бензин дегенді алсақ болады. Осында 3 штук бар екен. Давайте онда достар, біз оны емес, мынадай лучший қанат деген сатып алайық. Сол кезде достар бізге тезірек ұшатын боламыз одан сайын. Давайте қанатты қойып алайық, өзіміздің жаңа қанатымызды. Бұл емес, наны қойып. Все достар, міне көріп тұрғанда бізде жаңа қанат пайда болды. Мына жаққа тағы да бір қанат қойсақ болады, если что. Давайте осылай қоя салайық. Сөйтіп давайте енді скоростымызды көрейік достар. Қараңдар, достар, қараңдар, төбеге ұшып баратырық одан сайын. Бағанағыдай астыға бүйтіп жүрмейміз енді достар. Қараңдар, төбеге сразу бүйтіп ұшып кеттік. Қанаттың арқасында достар, қанат алу керек екен ғой, оказывается, мен ойлағам қанат керек емес шығар десем, сонда достар, қанат болса, короче, анда аспанға тезірек ұшады екенсің. Қазір достар, тағы да бір қанат аламыз, және де бағанағыдай бензин сатып алу керек бізге достар. Сол кезде бізде, короче, андай ұзаққа жететін боламыз. Және мына ескі бензиндарды сату керек па, үшін бір нәрсе істеп құрту керек, немесе тұра береді. В общем, сонда бір бәле қылу керек достар. Ақшаға сату болса, достар, ақшаға сатып жүремін мен оны міндетті түрде. Достар, қараңдар, уже құлап баратырмыз біз. Бірақ зато қараңдар, ұзаққа жетіп барып құлаймыз да, құласақ та
осы қанаттың арқасында. Қазір достар біз не сатып алатын боламыз? Өзімізге бағанағы бензиндерді сатып алып қараңдар. Мен дәл осы жерде құлаған едік алдыңғы кездерде. Міне достар құладық. Болды, дәл осылай құлап кеттік біз достар. Короче, қараңдар, бізде уже $487 жиналыпты. Металлный блокты дегенді алсақ та болады, достар, толтырып. Бірақ керек емес деп ойлаймын ол бізге. Сол үшін давайте онда мынандай лучший бензин деген үшеуін алып тастайық. Сөйтіп, короче, мына жаққа лучший бензиннің үшеуін дәл осылай бір-бірінің үстіне қоя берейік. Сөйтіп, $187 не алсақ болады. Укрепленный блок деген бар екен достар бізде. Мынау $5 тұрады, мынау $10 тұрады. Давайте осы укрепленный блокты алып тастайық, толтырып. Сөйтіп, мынаның орнына, короче, достар, қояйық осы укрепленный блокты. Сол кезде достар бізде мықтырақ заттар болады. Ал кеттік, ал қояйық укрепленный блокты. Қалай қоятын? Міне. Ей, ё-моё, мақұл жарты бола берсін. Міне. И, короче, достар, міне, и болды, міне достар, қараңдар. И және қалған блоктарды да естіп, короче, бит қойып тастайсыз достар, көтіріп. И болды достар, қараңдар, уже дайын тұр. И давайте кеттік, ал достар, көрейік қанша скоростьпен ұшатынымызды достар. Достар, қараңдаршы, энергия деген аз кетеді, біз төбеде ұшып кетеміз. Қараңдар, бензинім бір түрлі тұр әрине. Қараңдар, тураны ракета сияқты қысап тұр, достар. Қалай білесіңдер, ракета қысап тұр ғой мынау, ё-моё. Қараңдар, тез ұшып баратыр, және бізде бензин деген жай кетеді өте. Себебі біз ондайдың, қараңдар, уже үшеуін алып тастап едік жаңағыдан. Қараңдар, бензин деген аз кетеді, және ұзаққа жетіп, короче, ақша жинайтын боламыз достар, естіп. Ал достар, қараңдар, біз мына бағана өте алмай жүрген жерімізден өтейін деп жатырмыз. Ал достар, көріңдер, жаңа жерді көріңдер достар, сендермен бірге. Әрі қарай дәл солай жалғасама, сондай бір нәрсе екен. Қараңдар, мынандай пустынядан өттік біз. Енді көріп тұрғандардай, міне достар, қараңдар. Ана жақта тағы да бір жер бар екен. Ол да дәл сондай пустыня ма, сондай бір нәрсе достар. Білмеймін не екенін, бірақ энергиямыз уже таусайын деп қалды көріп тұрғандардай. Және де біз ұзақ жерге жүрдік. $320 таптық. Бір кіргеннен ақ сатып алдық достар, қараңдар. Магазин, короче, қайтадан жаңарды дейді. И достар, біз құлап баратырық. Құласақ та достар, ұзақ ақша жинап кетті. Қараңдар, 400, почти 400. Қараңдар, бір-бірімен атса тұрсыздар, қараңдар, ё-моё. Естіп, короче, қараңдар, біреу ұшып өтіп баратыр ғой, біреу тура жанында. И достар, біз $400 жинадық общий. Сөйтікті, давайте қазір магазинге кірейік. Магазинге кірейік та, короче, достар. Заттар сұрайық. Бензин бар болса, бензин алып ақ. Бензин өкінішке орай жоқ екен. Тағы не алсақ болады екен достар, қызық болып тұр бізге. Мына заттардың біреуін несін аламын? Дайте осы достар, бағана біз осы лучший қанат дегенді аламай қалған едік. Дайте осыны ала жерейік. Сөйтікті, мынаның, короче, мынаның үстіне қойып жіберсек. Не болып кетті мынау? Алып тастайық мынаны. Сөйтіп, мынаны алып тастайық. Мынаны да алып тастайық. Сөйтіп, короче, бір-біріне қарама-қарсы жақсы қанатты қойық достар. Міне. И мына крылолар былай-былай қойып жіберсек, жанына көмек ретінде. Мына бетіне мынаны қойып жіберейін. И достар, қараңдар, бізде енді күшті самолет істеп алдық өзімізге. Давайте кеттік тағы да ұшайық одан сайын төбеге. Достар, қараңдар, одан сайын мықтырақ ұшып баратыр. Достар, қараңдаршы, мен уже бір 3-4 серверге ауысып кіріп көрдім. Қараңдар, достар, лучший бензин дегенді көбісі алып тастай береді екен достар. Сол үшін біз мынақта, короче, осындай лучший бензинімізді сатып алып, короче, өстіп үстіне қоя береміз. Өстіп амал жоқ, енді қайтеміз достар. Бізге көп бензин керек, бірақ өкінішке орай бітті бензин деген зат достар. Тақ хвост алып, өшін үсте берсек болады. Ал 25-20 мыңға жету керек, бізге сөзін андай күшті бір зат береді бізге достар. Андай хвост сатып алсақ болады. Управлениеміз одан сайын жақсырақ бола береді. Дайте хвостты мына жерге бір өтірік болсын, бір мына жерге қоясақ. Сөйтті әрі қарай кеттік ұшайық. Ал кеттік ал достар. Достар, қараңдар, біздің скоростіміз деген өте мықты кетті. Қараңдар, басқа локация пайда болды бізде. Және де магазин, короче, жаңарды дейді достар. Дайте қайтайық онда. Магазин жаңарса. Сөйтіп магазиннен енді көрейік. Заттар бар ма екен? Көрейік. Достар, қараңдар, лучший бензинге шығыпты. Магазин есіп жаңарып тұрады екен, оказывается. Сол үшін достар, біз ақша жинауымыз керек тез. Достар, қараңдар, біз жаңа рекордқа жеттік. Және қараңдар, $478-500 примерно сондай жинадық достар. Қазір өзімізге жаңа бензин алуға тырысамыз достар. Қараңдар, 12 мың, 13 мынандай бір түрлі бір
джунглима, в общем, бір нәрсе келдік достар. Ал 500 долларға келіп біз соғыламыз. И достар, өзімізде қараңдар 727 доллар бар енді. Давайте бензин алып алайық смело. Сөйтіп та мына жанымызға, бензинді қойып қояйық. Былай сөзде мына бензин достар өте мықты деп естігем. Әйтеуір сөйтіп жазылып тұр өзі. Білмеймін мен нақты, но сөйтіп жазылып тұрса да кеттік. Ал енді көрейікші достар қаншаға дейін жететінімізді. О, достар, қараңдар, бізде бензин деген почти кетпейді ғой, жай кетіп отыр достар, көріп тұрғандай. Бұл жолы достар, мен ұзаққа жетеміз деген үміттемін. Көріп тұрғандай, мына жерде басқа да тағы да бір түрлі жерлер бар екен. Давайте соның бәріне жетіп көрейік. О, достар, қараңдар, біз мына бензиннің ұзаққа шыдаған соншалық, қараңдар, біз мына жақтан уже асып ары қарай бара жатырмыз. Мына бензин жақсы екен достар, көрдіңдер ма? Ұзаққа уже шыдап келе жатырмыз біз. Тіпті қазірге дейін шыдадық. Көріңдер достар, мен 600 долларға дейін жететін боламыз достар, қараңдар. Мына жақтан соңына дейін жеткенде примерно бір 600 доллар шығу керек. Біз сол кезде соған бағанадай бензинді тағы сатып алуымыз керек. Сөйтіп мынандай обычный бензиндер толтырып бүйтіп қойып тек, сол кезде бізде самолетіміз ұзаққа дейін ұшатын болады достар, қараңдар. И бұл достар, қараңдар, біз де қазір 839 долларға дейін жеттік. Давайте боппен сөйлесек десем достар, қараңдар, лучший бензин дегенде уже алып тастапты адамдар. Себебі оларға барлық заттар керек. Қараңдар, бәрін жоқ қылып тастапты. Лучший бензин дегенде алса ондай болса, сөйтіп мынаның үстіне бүйтіп қойып жіберейік. Ал достар, мен жаңа ғана өзіме приватный сервер сатып алдым достар. Енді біздің заттарды ешкім сатып алып кетпейді. Давайте онда өзіміздің білген заттарымызды сатып алайық. Бірінші қараңдар достар, сиденье тұр екен бізде. Сиденье деген керек емес бізге, вентилятор керек болуы мүмкін. Канистрасы бензині міндетті түрде керек болады достар. Давайте онда бензинді, любой бензин достар өзімізге ала берейік. Сөйтіп та, жағына қойып тастайық мынаның. Бұлай болсын қоя берсек те болады екен. Тіпті достар, көріп тұрғандарындай түріміз көрінбей қалады өгісі, бірақ бұл вроде басқа особо жақсы мықты нәрсе жоқ бізде достар қазіргі кезде. Сиденье дейді. Менің де сиденьем сондай емес па? Менікі де почти сондай достар. Мынау бірақ сортысы сияқты ма сондай. Укрепленный блок дейді. Бұл не үшін керек екенін мүлдем түсінбеймін. Хвост, білмеймін, соның бәрі керек емес сияқты бізге, менің ойымша. Тек бензин ғана керек. Сиденье аласақ достар. Сөйтіп мынаның көзін құртайық. Сөйтіп өзіміздің жаңа сиденьемізді қояйық достар. Сөйтіп жоқ емес, мынау сиденье деген қояйық. Ал кеттік, ал достар, ұшып көрейік. У вас должен быть кресло водителя, что для водителя, чтобы запустить. Достар, кресло водителя болу керек дейтсінде, ё-моё. Мына жанындағы ол әшін достар, досыма арналған адамның басқа адам отыратын не екен достар. Шатасып кеттім достар, кешіріңдер. Шатасып кеткеніме кешіріңдер достар. Қазір көреміз достар, қараңдар. 50 гвоздей дейді, не өкпіпті жыныма. 100 гвоздей болды бізде, 100 гвоздей, бірақ бағана одан да көп сияқты еді, не үшін екен білмеймін. Мына блоктарды алып тастаймыз деймін достар, қараңдар, шынарының пайдасы жоқ сияқты менің ойымша. Олар бізге ауыртпашылық қосатын сияқты одан сайын. Себебі қараңдар достар, біз әр кезде мынандай блоктарды алған сайын біздің скоростіміз азайып баратыр бара-бара. Ол үшін достар, мына ескі мусор блоктарды алып тастайтын боламыз достар. Қазір қараңдар, мыналар атып жатыр пушкалар. Тиіп кетпесе болар еді, ё-моё. Достар, қараңдар, біз дәл бағанағы жерге келдік, бірақ біз уже рекордымыздан достар асып бара жатырмыз. Қараңдар, бізде 16400 болып жатыр. Біз егер 20 мыңға жетсек, бізде жаңа нәрселер ашылатын еді, бірақ менің ойымша біз 20 мыңға никак жетпейміз қазіргі кезде. Себебі қараңдар, біздің энергиямыз бітіп қалды достар, өкінішке орай. Примерно бір 18 мыңға дейін жетеміз, бірақ 20 мыңға жете алмаймыз достар. Сол үшін менің ойымша достар, қазір блоктар бар ғой, солардың бәрін алып тастаймыз достар. Сол кезде жеңілірек болатын шығар деген үміттемін. Ал болды достар, соғылдық. Өкінішке орай 20 мыңға жетпей соғылдық. Бізде 1300 достар, қараңдар, бізде айтылды бағана ғана. Магазинде жаңа заттар пайда болды деп, давайте екі бензинді алып жүрейік. Сөйтіп удалить деген бас мыналардың бәрін құрып жүрейік. А то достар, бұлау бізге менің ойымша ауыртпашылық салады, өзінің ауыртпашылығын. Хвостты мына жақ қоя салайық. Сөйтіп лучший бензинді бұлай қойып жіберейік. Және мына достар, сиденьяны алып тастай салайық, керек емес бұл.
одан да достар мына сиденье водителяны дәл сол өзінің орнына қоя салайық. Енді давайте мынаяқтан сұрайық та, лучший пропеллер дегенді аламайды екенбіз, бірақ қанат сатып алады екенбіз. Сол үшін қанат алып алайық. Сөйтіп мынаның көзін құртайық десең, мынаның көзін құртайық шынымен. Екеуін алып тастайық. Сөйтіп жақсы қанатты, короче, былай екеуін қойып қояйық достар. Жақсы қанат. Біреу-ақ екен жақсы қанат, ё-моё. Жақсы қанат қойылмайды екен, онда достар мына обычный крылоны қоя тұрайық. Әзірше былай қояйық, және де былай қоя салайық достар. Болды достар, қараңдар, бізде уже бензин деген толып кеткен. Енді қаншаға жететініміз. Достар, қараңдар, скоростіміз қаншалық кеткен. Әйтеуір жесткий скоростьпен бастап едік бағана, бірақ қараңдар 100 километрден сонда да біз асып жатқан жоқпыз. Немесе мыналармен шетеді отырман. Негізінде достар, мен өзім де білмеймін, не үшін біздің скоростіміз көбеймей жатқанын. Или достар, мынаны одан сайын қосып ала бергеннің достар пайдасы жоқ па? Міндетті түрде айтып кетіңдерші. Маған как будто андай пайдасы жоқ сияқты көрініп отыр да. Бірақ мен нақты білмеймін. Сол үшін достар комментарияға жазып кетіңдер. Бұл не үшін, қалай скорость көтерсем болады, қанаттан ба немесе мынандайдан ба білмеймін, короче достар. Айтып кетіңдер, білетін болсаңдар. Давайте қазір не істейік, мына жақта ұша тұрайық. 20 мыңға жету керек біздің мақсат. Бірақ 20 мыңға жетіп жатқан жоқпыз. Бұл жолы жететіміз деген ойдамын достар. Қараңдар, бізде күшті қанат бар, бірақ қанаттарды бір-біріне қоса бергеннің достар пайдасы жоқ сияқты бәрібір. 101 гвоздьдамыз әлі де. Давайте онда достар кеттік жүре берейік. Достар, қараңдар, біз 725-ке жеттік та, қаран көріп тұрғандарда бізде 20 мыңға дейін жетіп қалдық. Достар, 20 мыңға жеттік. Достар, тіпті қараңдар, 20 мыңнан да біз асып кеттік, көріп тұрғандарындай. Энергиямыз әлі жетеді. Достар, көрінеді мынандай энергиялар өте көп береді екен бізге. Давайте қазір мына жақтан да өтіп кете салайық біратыла. Сол кезде достар, бізде вообще одан да көп рекордқа жетеміз. Ал қараңдар достар, бізде қазір 22 мың, тіпті 23 мыңға дейін де жете аламыз достар. Себебі қазір біткен кезде де қазір астыға жайлап түседі ғой. Сол кезде достар, қараңдар, ақша жинала береді бізде. 23 мың, давай 23 мың жетчілік біратыла. Достар, біз 23 мыңға де жеттік. 848, яғни 850, осындай долларлар жинадық. Оның өзіне де шүкір. Сөйтіп самолетіміз, короче, дамыта береміз достар. Қараңдар, қазір түсірейік самолетімізді. Достар, біз жаңа заттарды аштық магазинде. Одан түспетесақ достар, әдем болмай бір түрлі оптағаннан алып тесақ, мыналарды керек емес. Сөйтікті, короче, андай лучший бензин деген аласақ. Сосын достар, мынақта раздатчик воздушных шаров дейді. Давайте осында алу керек бізге. Устройство, позволяющее продолжить полет после исчерпания топлива. Короче, бензин біткен соң бізге по-любому бензин біткен соң да тіпті сондай кезде де біз достар жүре бере алатын боламыз. Қанатты алудың пайдасы жоқ деп ойлаймын достар. Сол үшін ештеңе алмай қояйық. Және де бізде дәл сондай 101 скорость достар. Сол үшін достар, бізге ешқандай қанат дополнительно екеуін қойғаннан бәрі мән жоқ екен, соны түсінгенім бойынша. Достар, қараңдар. Короче, бізде $1300 бар енді. Ё-моё достар, қараңдар, бізде жаңа блоктар шықты деген сияқты еді, бірақ ешқандай блок шықпаған. Бітсек достар, қараңдар, купить детали деп мына жерде бірдей екен бәрі достар, көрейік. Достар, біз сөйлесе алмайды екенбіз олардың ешқайсысымен достар. Короче достар, осымен осы видеоны аяқтайық деп ойлаймын достар. Сендерге ұнаған шығар деген үміттемін. Ұнаса міндетті түрде лайктарыңыз, комментарий жазып ана тілді ұмытпаңдар. Және қандай да ойындар түсірейін достар, міндетті түрде комментарий жазып ұмытпаңдар. Давайте достар, сау болыңдар.